Қазіргі уақытта Қазақстандағы зейнетақы 3 құрамдас бөліктен тұрады. Базалық, ынтымақты және жинақтаушы. Мемлекеттік базалық зейнетақының мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне және ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты. Базалық зейнетақы тағайындау кезінде есептеледі. 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі кезеңде әзірленген еңбек өтілі, екіншіден, міндетті зейнетақы жарналары және жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары жүзеге асырылған кезең. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерінің немесе ынтымақты зейнетақының мөлшері 1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтіліне және зейнетақы алдындағы кезеңде алынған орташа айлық табысқа байланысты болады. Ынтымақты зейнетақыны есептеу үшін 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін кемінде 6 ай еңбек өтілі болуы қажет. Жасына байланысты зейнетақы 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыстағы үзілістерге қарамастан кез келген 3 жыл қатарынан орташа айлық табыс негізінде тағайындалады. Жасына байланысты зейнетақы төлемдерін есептеу үшін табыс республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 55 еселенген мөлшерінен аспауы тиіс. Жинақтаушы зейнетақы осы жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысатын адамдарға міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және ерікті зейнетақы жарналары арқылы төленеді. Жинақтаушы зейнетақының мөлшері жүйеге қатысу кезеңіне және зейнетақы жинақтарының көлеміне байланысты болады. Зейнетке арналған жинақ сомасы көп болған сайын зейнетақы мөлшері де жоғарылай береді.